Наполеон Хилл, ойланда байы. 4-ші тарау. Сенім. Сенім дегеніміз өзін-өзі иландыру арқылы санаға қайта-қайта жіберілген нұсқаулардың көмегімен іске асатын ой. Мысал ретінде осы кітапты оқудағы мақсатыңызды талдап көрейік. Сіздің басты мақсатыңыз көзге көрінбейтін арманыңызды ақшаға айналдыру. Осы бөлімде кеңінен талқыланатын өзін-өзі иландыру және түпсана арқылы ой қабылдау жөніндегі нұсқауларды орындау барысында сіз сенімнің көмегімен қалаған дүниеңізге қалай қол жеткізуге болатыны хақында білетін боласыз. Сенім қаласаң дамытуға болатын сананың күйі. Бұл күйге жету үшін міндетті түрде 13-ші қағиданы оқыңыз. Өйткені дәл осы қағидаларды пайдалану арқылы сенімді саналы түрде дамытып жетілдіре аласыз. Түпсананы қозғауға арналған нұсқауларды үнемі қайталап отыру сенімді арттыруда бізге мәлім жалғыз ғана әдіс болып отыр. Бұл кейбір жандар не себепті қылмыскер болатынына түсініктеме бергенде айқындалуы мүмкін. Әйгілі криминалистердің пайымдауынша, адам қылмыстық әрекетпен алғаш рет бетпе-бет келгенде, оның санасында қылмыстан жеріну сезімі пайда болады. Бірақ ол адам сол қылмысын бірнеше мәрте қайталайтын болса, қылмысқа да еті үйренеді. Ал ұзақ уақыт бойы қылмыстан қол үзбеген болса, қылмыстық әлем оны арбап еліктіріп алады. Ойдың күші туралы да дәл осылай деуге болады. Себебі ой адамның түпсанасын еліктіріп алып, кейіннен бұл ойды оның физикалық баламасы ақшаға ауысады. Сондықтан бұл құпия жөнінде тағы біраз ойлану керек. Сезімдік деңгейде ұсынылған барлық ойлар сеніммен ұштасқанда дереу заттана бастайды. Эмоция немесе ой-пікірдің сезімдік бастауы ойға өміршеңдік сыйлайтын, оны әсерлендіретін және қуаттандыратын фактор. Тек өздері ғана жеке тұрған кезбен салыстырғанда, сезімдер оймен біріккенде ғана оң жетістіктерге жетелейді. Тек сеніммен біріккен ой ғана, сондай-ақ жағымды немесе жағымсыз эмоциямен біріккен ой да соқыр сезімге терең бойлап әсер ете алады. Сәтсіздік деген болмайды. Осы тарауда оқыған соң түпсананың ой күшін жағымды және жүйелі дүниелерге ғана емес, жағымсыз әрі жүйесіз нәрсеге айналдыра алатын қуаты бар екенін ұғынатын боласыз. Бұл жұрт сәтсіздік немесе жолы болмау деп атап жүрген оғаш феноменді түсіндіріп бере алады. Көп адам кедейлік пен сәтсіздікті өз өміріндегі ешқашан бітпейтін өмірлік жаза ретінде қабылдап, бұл әрекетке олардың бақылауынан тыс тылсым күш итермелейді деген ойға иланады. Мұндай жағдайларды өз сәтсіздігінің себепкері десек те болады. Өйткені олардың өз күшіне сенім артпауы түпсанаға әбден орнығып алып, кейіннен бұл сезім шындыққа айналады. Бұл арада түпсанаңызға ойыңыз арқылы әсер ету арманыңызды ақшалай баламаға айналдырып, үлкен жеңіске қол жеткізетініңізді қайталап айта кету артық емес. Сіздің сеніміңіз түпсанаңыздың қызметін анықтайтын негізгі фактор. Сіз түпсанаңызға өз-өзіңді иландыру арқылы тапсырма бересіз. Сөйтіп, түпсанаңыздағы ой заттанады. Мен де өз ұлымның түпсанасына осылайша өтіріктің ұрығын себе алдым. Дәл осындай өтірікке қол жеткізу үшін өзіңізді түпсанаңыз арқылы жеткіңіз келген дүниенің иесі ретінде елестетіңіз. Сіздің бойыңызды сенім кернеген кезде түпсанаңызға берілген қандай да күрделі тапсырма болмасын, еш қиындықсыз жүзеге асып, түпсанаңыздағы ой физикалық баламасына ауысады. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, түпсанаға берілетін тапсырманы сенім сезіммен ұштастыруға машықтанған жөн. Мінсіздікке бірден қол жеткізу мүмкін емес, сондықтан қателік жасаудан қорықпаңыз. Мінсіздік жай ғана нұсқауларды оқығаннан пайда бола салмайды. Тағы да айта кетер бір жайт, жағымды эмоциялар түпсанаңыздың басым бөлігін жаулап алатындай етіп, оларды мадақтап, ал жағымсыздарын жаншып, тұншықтырып отыру қажет.
басым бөлігін жағымды эмоциялар билеген түпсана өз сезімінің қамқоршысын тапқандай болады. Мұндай жағдайда түпсанаға берілген тапсырманың барлығы оңай қабылданып, сөзсіз орындалады. Сенім ойыңызға қуат артады. Діндарлар ғасырлар бойы адамзатты қандай да бір сенімге келуге шақырып келген. Дегенмен олар сенімді қалай табуға болатынын айтқанда қателікке ұрынды. Олар сенімді өз-өзіңді иландыру арқылы қол жеткізуге болатын сананың күйі ретінде есептеген емес. Кеудесінде жаны бар барлық пенде үшін түсінікті тілмен айтқанда, сенімді тіпті ол жоқ секілді болған жерде де туындатып жетілдіретін қағидаларды жинақтап көрейік. Өзіңізге сананың шексіз мүмкіндіктеріне сеніңіз. Қағидалар жөнінде әңгімелемес бұрын есіңізге мынаны қайтадан сала кеткенім жөн. Сенім ойға өмірлік күш пен сезім әсерін беретін мәңгілік эликсир. Сенім байлық жинаудың тиянақты тірегі. Сенім ғылыми тұрғыдан түсіндіруге келмейтін барлық ғажайыптардың негізі. Сенім сәтсіздіктің жалғыз уыты. Сенім дұғамен біріксе, сананың жоғарғы деңгейімен тікелей байланыс орнатуға қабілеті жететін химиялық элемент. Сенім адам санасының шектеулі шеңберінде қалыптасқан ойдың әдепкі қарқынын рухани баламаға түрлендіретін бірлік. Сенім жоғары сананың күшін пайдалануға мүмкіндік беретін жалғыз делдал. Жоғарыда айтылған ойларды дәлелдеу еш қиындық туғызбайды. Барлық дәлелдемелер өзін-өзі иландыру қағидаларымен тығыз байланысты. Сондықтан назарымызды осы мәселеге аударып, өзін-өзі иландыру деген не? Оны пайдалану әдістері қандай деген сұрақтарға жауап іздестіріп көрелік. Қандай да бір пікірді сан рет қайталаған соң, оның шындыққа жанасатынына не жанаспайтынына қарамастан оған сене бастайтынымыз мәлім. Осылайша сан рет қайталанған жалған ақиқат шындық ретінде қабылдана бастайды. Тіпті оған сеніп қаласың. Әр адамның түпсанасын қандай да бір үстем ой жаулап, адамды сол ойды жүзеге асыруға итермелейді. Расында олардың санамызды билеп төстеуіне өзіміз жол береміз. Адамның әдейі берілетін қандай да болса сезімін барынша қолпаштап отыратын, соған рахаттана бағыттайтын ойлар әрқашан қозғаушы күшке ие болып, адамның әр қимылын басқарып, әрбір әрекетін бақылайды. Бастан өткерген кез келген эмоциямен біріккен ой осы тақтілес ойларды тартатын магниттік күш тудырады. Осындай жолмен магниттелген ойды құнарлы топыраққа себілген дәнмен салыстыруға болады. Бір түйір дәннің масағында мыңдаған дән өніп шығатын егін алуға болады. Адам санасы үстем етуге бейім толқындарды тұрақты түрде өзіне тартады. Әлде біреудің санасында орын алған кез келген ой, не идея, немесе жоспар, немесе мақсат өзіне жақын ойларды қонаққа шақырып, олардың көмегімен өз күшін арттыра түседі. Осылайша сананы толық жаулайды. Ал енді идеяның, жоспардың немесе мақсаттың бастапқы дәні сана топырағына қалай түсетінін түсіну үшін әдепкі бекетке бұған дейін әңгімеміздің негізі болған тиянақ тірегіне оралайық. Бұл үрдіс өте қарапайым. Ол ойды бірнеше рет қайталау нәтижесінде адам санасында пайда болады. Алдымен басты мақсатыңызды айқындап, өмірлік ұстанымыңызды нақты белгілеңіз. Оны жадыңызда тұрақты орнықтырып, бұл ой сіздің түйсігіңізде тұрақты орын алғанға дейін күн сайын қайталап отырыңыз. Барлық әрекеттеріңізді қайта қарау арқылы өміріңізді жөнге келтіріп, өзіңізді жағымсыз әсері бар ортадан қашық ұстауыңыз қажет. Ішкі психикалық активтеріңіз бен пассивтеріңізді егжей-тегжейлі талдаған соң, осал жеріңіз өз-өзіңізге деген сенімнің жоқ екенін анықтауыңызға көмектеседі. Бұл тосқауылды өзін-өзі иландыру қағидалары арқылы өз жолыңызды алшақтатуға болады. Оларды жүзеге асыру оп-оңай.
бар болғаны барлық жағымды ойларды анықтап, оларды жазып алып, есте сақтап, сіздің түпсанаңыздың қозғаушы күшіне айналғанға дейін қайталай беру қажет. Сенім арттырудың 5 қағидасы. Бірінші, мен өзімнің өмірлік мақсатымның қандай екенін білемін және оған қол жеткізерлік мүмкіндігім бар. Батылдықты, күш-жігерім сарқылғанша берілмеуді өзімнен талап етемін. Кейінге қалдырмастан, оған жету үшін қолымнан келгеннің барлығын жасауға сөз беремін. Екінші, менің санамның иесіне айналған ойлар әрекеттерім арқылы шындыққа айналатынын түсінемін. Сондықтан күн сайын кем дегенде жарты сағат бойы санамда нақты мақсатшыл тұлғаның көрінісін елестету арқылы өзімді санамдағы мінсіз тұлғаға айналдыру үшін бар күш-жігерімді саламын. Үшінші, өзін-өзі иландыру қағидаларына сай қажетті дәрежеде қайсарлық пен түпсанамдағы ойдың ақырында жүзеге асатынын білемін. Сондықтан күніне 10 минут уақытымды сенімімді арттыруға жұмсаймын. Төртінші, өз өмірімдегі басты мақсатымды айқындап жазып алдым. Енді осы мақсатты жүзеге асыруға қажет сенімділікке ие болу үшін өзімді өзім тәрбиелеуден еш аянбаймын. Бесінші, қоғамдағы орның мен байлығың заң талаптарына сай және әділ жолмен келген болса ғана баянды, сенімді боларын толықтай түсінемін. Сол үшін арманыма жетер жолда қандай жағдай болмасын, күмәнді істерден аяқ тартатын боламын. Өзге жандардың ықтиярымен ғана әрекеттестік орнатып, өз күшіме арқа сүйеп, жетістікке жететін боламын. Өзге жандарға қол ұшын созуға даяр екенімді көрсеткеннен кейін ғана олардың көмегіне жүгінетін боламын. Өз бойымдағы іштарлық, көреалмаушылық, қызғаныш, менмендік, астамшылық сияқты жағымсыз қасиеттерді толықтай жоямын. Өйткені өзгелерге мұрын шүйіріп қараудың арты опа бермесі анық. Өзіме және өзгелерге сенім арту арқылы жетістікке жетеріме барлығын иландыратын боламын. Аталмыш қағидаларды орындауға серт етіп, естен бір сәт шығармаймын. Күн сайын қағидаларды қайталап, әрекетім мен ойыма ақырындап болсын әсер етеріне сөзсіз иланамын. Әрбір бастамама сәттілік серік болып, қаласам тау қопара аларыма шексіз сенемін. Осы формулаларды осы күнге дейін ешбір адам түсіндіре алмаған табиғат заңынан сәуле тартады. Бұл заңды қалай атасақ та маңызды емес. Бастысы аталған заңды дұрыс қолдана білсең, адамзат игілігі үшін әрекет етеді. Бірақ оны жағымсыз әрекеттерге қолданар болсақ, өзіне дейін қалыптасқан жанға жайлы қажеттіліктердің бәрін жояды. Бұдан кедейлік пен өзге де бақытсыздықтың қармауына түскен жандар түпсанасына сәтсіздіктің ұрығын өздері еккен. Бақытсыздығының себепшісі де өздері деген қорытынды жасауға болады. Яғни барлық ойлар заттану қабілетіне ие. Махаббаттың ғажайып күші. Біздің санамыздың түкпірінде жетістік дәні тәтті ұйқының арбауында жатыр. Ол ұйқыдан оянар болса, сізді көз жетпес биік шыңдарға жеткізеді. Скрипка ішегін шебер саусақтарымен басқарып, әсем әуенді асқақтата төге түсетін музыкант секілді, сіз де ұйқыдағы данышпаныңызды үш арсыздың бірінің қармауынан шығарып, оны діттеген мақсатыңызға жетудегі басты қаруыңызға айналдыра аласыз. Авраам Линкольн қандай істі қолға алмасын үнемі сәтсіздікке ұрынатын болған. Бұл жағдай ол 40-тың қырқасына шыққанша жалғасқан. Ол жүрегі мен миындағы терең ұйқыға батқан данышпанды оятқан ұлы өзгеріс өміріне енгенге дейін ауыз толтырып айтар дәнемесі де жоқ көптің бірі болған. Алайда бұл ұлы өзгеріс оның өмірін түбегейлі өзгертіп, ғаламға осындай данышпанның танылуына мүмкіндік берді. Бұл өмірлік сынақ оның өміріндегі ең асыл махаббаты
Анна Ратледж есімді бикеш кештірген мұңға байланысты, әрі ғашықтың құмарлыққа толы сезімдерді қатар бастан кешіргенде орнаған еді. Махаббат сезімінің біз сенім деп атап кеткен жан күйі мен тонның ішкі бауындай жақын екені мәлім. Махаббаттың ойды рухани балама түрінде итермелейтіні де осыған байланысты. Қолыңыздағы кітапты жазу барысында жүздеген адам сұхбат құрып, табысты адамдардың өмірде жетістікке жетуіне түрткі болған әйелге деген махаббат екеніне әбден көзім жетті. Егер сенімнің көздеген мақсатқа жетудегі зор мүмкіндік көзі екенінің дәлелін қажет етсеңіз, өмірге шынайы сеніммен қарайтын жандардың өмірлік тәжірибелеріне назар аударыңыз. Мұндай жанның жарқын бір мысал ретінде Иса Масихты айтсақ болады. Бұл керемет күшті қаншама адам теріс түсіндірсе де, бұрмаласа да, христиан дінінің өзегінде жатқан дүние сенім екеніне күмән жоқ. Иса пайғамбардың ілімдері мен қол жеткізген жетістіктері әлде бір тылсым күш немесе ғажайыптан пайда болған жоқ. Ол бұл жетістіктерге сенім арқылы қол жеткізді. Егер бұл өмірде ғажайып болатындығы рас болса, ол тек сенім деген атпен мәлім сананың күйі арқылы ғана орындалмақ. Сенім жайында сөз қозғағанда сенімнің құдіретін көрсеткен Үндістанның мәшһүр азаматы Махатма Гандиге тоқталмай өте алмаспыз. Ганди өз кезегінде бірде-бір адамның бойында болмаған зор қуат иесі бола білді. Оның қолында билікке жеткізер қаржы, қару, сыртқы қолдаудың бірі де болған жоқ. Қалтасында ақша, басында баспана да болмады. Бірақ ешкімде жоқ бір қуаты болды. Бұл күш-қуат оған қайдан келді? Ол бұл қуатқа сенім қағидаларын түсініп, оны мыңдаған адамның санасына жеткізу арқылы қол жеткізе алды. Ганди миллиондаған адамның санасына әсер ету арқылы оларды бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруға үндеп, бір тудың астына біріктіріп ерлік жасады.